Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыз алгебра 9 сынып 2 айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер және олардың жүйелері. Алдыңғы тақырыбымызда біз 2 айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулердің түрін ажыратқан болатынбыз. Бұл сабақтағы біздің оқу мақсатымыз 2 айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін шешу. Енді теңдеулер жүйесін шешудің негізгі тәсілдері атап өтсек, ең алдымен ол алмастыру тәсілі, алгебралық қосу тәсілі және графиктік тәсіл. Ал енді теңдеулер жүйесін шешудің негізгі жолдары ол қысқаша көбейту формулаларын қолдану, В теоремасын қолдану және тағы сол сияқты теңдеулер жүйесін мүшелеп қосу және азайту, мүшелеп көбейту және бөлу. Және тағы бір жолы ол жаңа айнымалыны енгізу. Енді теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шығарайық. Осыған дейінгі білімімізді қолданып, біз 6 сыныпта ең алғаш теңдеулер жүйесін шешуді үйренген болатынбыз. Сол кездегі білімімізді қолданып, қазір біз теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешіп көрейік. Ол қандай тәсіл еді бізде? Ең алдымен алмастыру тәсілінің алгоритміне тоқталайық. Алмастыру тәсілі дегеніміз теңдеудегі жалғыз тұрған айнымалыны тауып, келесі амалдарды орындау керек. Яғни сол арқылы жалғыз тұрған x немесе y арқылы өрнектеп аламыз. Мысалға, екінші теңдеуде x жалғыз тұр. Осы x тауып алайық. 35 азайту 5y. Енді осы x-ті бірінші теңдеудегі x-тің орнына апарып қоямыз. 3 көбейту x-тің орнына біз нені жазамыз? 35 азайту 5y-ді жазамыз. Қосу 2y тең 27. Енді осы бір айнымалысы бар теңдеу шықты. Қазір бізде осы теңдеуді шешуіміз керек. 3-ті 35-ге көбейтеміз. 105 азайту 15y қосу 2y тең 27. Минус 15y пен 2y минус 13y болады. Тең 27 азайту 105. Плюс 105 теңдіктің келесі бетіне таңбасы ауысып түседі. Сонда минус 13y тең 105-тен 27-ні аламыз. Демек, бұл жерде шығады 78, минус 78. Y тең минус 78-ді минус 13-ке бөлеміз. Сонда бізде жауабымыз 6 екен. Енді осы шыққан жауапты жаңа алмастыру тәсілін қолданған жерімізге, яғни x-ті тапқан жерімізге апарып қоямыз. Сонда x тең 35 азайту 5 көбейту y-тің орнына 6-ны қоямыз. Тең 35-тен 30-ды азайтамыз 5 екен. Жауабы бірінші x жазамыз 5 және 6 екен. Жақсы. Келесі бізде келесі тәсіліміз ол бізде алмастыру тәсіліне көрдік. Енді бұл тәсілді біз 2 айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулерге қалай көреміз? Соны көрейік. Теңдеулер жүйесіне. Міне дәрежеміз 1-ге тең болып тұрған жоқ. Сондықтан да бұл сызықтық емес теңдеулер жүйесі. Бұл жерде де алмастыру тәсілін қолданайық. Мысалға, қандай алмастыруды қолдансақ болады? Y-ті немесе X-ті тауып аламыз. Екінші теңдеуден тауып алайық. Сол оңай сияқты. X тең 12 азайту Y болады. Осыны бірінші теңдеуге апарып қоямын. Бірінші теңдеудегі X-тің орнына қоямын. Сонда 12 азайту Y-тің квадраты қосу Y квадрат тең 74. 12 азайту y квадрат бұл қысқаша көбейту формуласы.
ашып жазатын болсақ, 144 азайту 24y қосу y квадрат қосу y квадрат тең 74. Ұқсас қосылғыштарды біріктіремін, 2y квадрат шығады, минус 24y, 74 келесі бетке өтетін болса, кері таңбамен өтеді, яғни 144-тен 74-імді азайтуым керекпін. Сонда менде 70 шығады, тең 0. Y квадрат минус барлығын, теңдеудің барлығын 2-ге бөліп жіберейін. Сонда 12y қосу 35 тең 0. В теоремасымен шешемін. Яғни y1 мен y2-ның қосындысы 12 дейді. Және y1 мен y2-ның көбейтіндісі 35 дейді. Сонда y1-ның мәні 7, y2-ның мәні 5 болады. Енді сіздер ветпен емес, жаңағы дискриминантты тауып шығарат болсаңыздар, ол жолмен де бәрібір осы бір жауап шығады. Енді алмастыруға барған жеріміз, алмастырып алған x-ті тауып алған жерге қайта ораламыз. Сонда x тең, мына жерден 12 азайту y, бұл жерде азайту y-дің орнына 7-ні қояйын. Сонда 5 шығады екен. Екінші x тең 12 азайту келесі y-ді қойсам 7 шығады екен. Сонда жауабы мына түрде болады. Жауабы бірінші x жазамыз. 5 бергенде 7 шықты. Және 7 бергенде 5 шықты. Осы тәсілді де жазып алыңыздар. Жақсы, келесі бір тәсілді көрейік. Ол бізде өрнектеп тапқан, бұл жерде сондағы жауабы осы біздің тапқан жауабымызбен тең. Енді теңдеулер жүйесін шеш дейді. Бұл теңдеулер жүйесін келесі үшінші жолы мен қосу тәсілімен көрсеткім келіп отыр сіздерге. Қосу тәсілін қалай қолданамыз? Қосу тәсілін теңдеуде берілген жүйеде берілген екі теңдеуді де бір-біріне қосып жіберемін. Так. Екеуін де бір-біріне қосып жіберейін. Бұл жерде басқа тәсілмен шығарып көрсеткен, бірақ мен сіздерге басқа тәсілмен көрсеткім келіп отыр. Екі теңдеуді бір-біріне қосып жіберетін болсам, қараңыздар. Екі теңдеуді қосайын бір-біріне. X квадрат қосу 2x минус y пен плюс y-ді қоссам 0 болып кетеді. 4-ке минус 1-ді қоссам 3 шығады. Сонда менде мынандай квадрат теңдеу шығады екен. 2x минус 3 тең 0 деген. Ал енді вет бойынша бірінші және екінші мәндерін тауып алайын. X-дің x1 мен x2-ның қосындысы минус 2 дейді. x1 мен x2-ның көбейтіндісі. Бұл бізде минус 3 дейді. Ал енді қандай мәндер болуы мүмкін? Әрине x1 тең минус 2-ге, x2 тең жоқ. Мына жерде қате жазып жібердім. x1 мен x2-ның мәні. x1-дің мәні минус 3, x2-ның мәні 1. Сонда екеуін қосатын болса минус 2 шығады, көбейтетін болса минус 3 шығады. Осы жауапты кез келген теңдеудегі x-дің орнына апарып қояйын. Мысалға екінші теңдеуге қояйын. 2 көбейту минус 3 қосу y тең минус 1, минус 6 қосу y
тең минус 1. Y тең 5, иә? Екінші мәнін қояйын. 2 көбейту 1 қосу Y тең минус 1. Y тең минус 3, иә? Сонда жауабын жазатын болсақ, жауабы мына түрде жазылады екен. Жауабы басқа түс таңдайын, ашықтау екен. Так, жауабы минус 3 болғанда 5 және 1 болғанда минус 3 екен. Жақсы. Келесі бізде осы есепті де жазып алсаңыздар деймін. Енді біз келесіге ораламыз. Бұл есепті мен қазір сіздерге қосу тәсілімен көрсеттім, ал мұнда бұл есепті де алмастыру тәсілімен көрсеткен екен. Бірақ бәрібір сол бір жауапқа келеміз, иә? Жақсы. Келесі. Мынандай теңдеулер жүйесі беріліп тұр. Осы теңдеулер жүйесін шешіп көрейік. Ең алдымен бұл теңдеулер жүйесін шешу үшін бізге екінші теңдеудегі өрнекке назар аударсақ. Екінші теңдеуде бізде мынандай өрнек беріліп тұр. X плюс Y тең 7-ні мен жазып алайын. X квадрат минус Y квадрат деген сол қысқаша көбейту формуласы еді. Ол X минус Y және X плюс Y-ге тең. Және бізде X минус Y де бар. Так, мынау. Тең 175. Енді X минус Y екі рет кездесті. Демек, X минус Y-дің квадраты көбейту X плюс Y тең 175 екен. Алмастыру тәсіліне келіп тұр. Мына жердегі X плюс Y-ді тің орнына 7-ні қойсақ болады екен. Сонда 7 X минус Y квадрат тең 175. Сонда X минус Y-дің квадраты ол 175 бөлу 7 болады. Ал 175-ті 7-ге бөлетін болсақ, бізде нешеден тиіп тұр? Бізге жауап 25. Демек, мынандай қорытындыға келеміз. X минус Y тең 5, X минус Y тең минус 5 болуы мүмкін. Енді бізде жаңа жүйеге келіп тұр. Ол қандай жүйе? Яғни, ары қарай біз мынандай теңдеулерді жүйесін шешеміз. Біріншісі X плюс Y тең 7, сосын X минус Y тең 5. Бұл бірінші жүйеміз. Дәл солай X плюс Y тең 7, сосын X минус Y тең минус 5 деген. Қандай тәсілді қолданып шығарсақ та, ең тиімдісі мен жаңа жүйеге қарасақ, ол бізде қосу тәсілі болып тұр. Мына екі теңдеуді қосып жіберетін болсам, 2x шығады, Y-тер жойылып кетеді да 12. Сонда x тең 6 екен. X 6 болса, Y демек 1-ге тең. Келесі теңдеуде де Y-тер жойылып кетеді. 2x тең 2 болады қоссақ, x тең 1. Ал Y тең 6 болады. Міне осындай 4 түрлі жауап шығады екен. Жақсылап қарап түсініп алыңыздар. Ары қарай. Келесі тәсіл тағы бір теңдеулер жүйесін шешіп көрейік. Енді бұл теңдеулер жүйесін мен графиктік тәсілмен шешкім келіп тұр. Графиктік тәсілмен шешу үшін не істейміз? Алгоритмі қандай? Ең алдымен
теңдеудегі теңдеуді y арқылы өрнектеп алуымыз керек. Оны қалай өрнектейміз? Мысалға, бірінші теңдеуден бірінші теңдеуден y-ті табамын. Y тең 8 азайту x болады. Екінші теңдеуден де y табамын. Y тең 15 бөлу x. Жаңа x көбейтіліп тұр, теңдіктің келесі бетіне ол бөлу өтеді. Міне осы екі теңдеуге де кесте құрамын. Яғни мән беремін деген сөз. X және y. Және екіншісіне де x және y. Так, x-ке мән беремін, сонда функцияның мәні шығады. Бірінші мен 3 деген мәнді берейін. X-ке 3 берсем, не шығады? 8 азайту 3 болады. Сонда 5-ке тең. Y 5-ке тең екен. Сосын керісінше 5-ті қояйын. 8 азайту 5 тең 3. 3 болады екен. Сосын минус 1-ді қояйын. Жоқ, 1-ді қояйын. 1-ді қойсам, қанша шығады? 7 шығады екен. Енді келесі теңдеуде де кестені дәл солай толтырамын. Бірінші x-ке 3 беремін. Сонда y тең 15 бөлу 3 болады. Ол 5-ке тең. Енді керісінше 15. Енді 5-ті беріп көрейін. 3 шығады. Және 1-ді берейін. Сол кезде 15 шығады. Ал енді осы берілген қазір мәндердің барлығын қолданып, біз енді график сызамыз. Екі график шығады бізде, осы екі графиктің егер қиылысу нүктелері бар болатын болса, онда бұл бізде бұл теңдеулер жүйесінің шешімі бар деген сөз. Так, графикті сызамыз. Енді бөліктерге бөлейік. 1, 2, 3, 4, 5. Менде шамалы дәл түспеуі мүмкін, бірақ сіздер клетканы қолданып сызсаңыздар, сіздерге жақсы түседі. Бірлік кесіндіні дұрыс алуларыңыз керек. Енді x өсі және y өсін жазып қояйық. Бірінші y тең 8 минус x деген функцияның графигін салайын. Яғни x-қа 3 берген кезімде y 5-ке тең болды. 1, 2, 3, 4, 5. Мына жер екен. Мен бұларды қызыл нүктемен белгілейін. Келесі 5 қойған кезімде 3-ке тең болды. Яғни ол мына жер екен. Келесі 1-ді бергенде 6, 7 мына жер болды. Демек, осы 3 нүкте жетеді маған түзу сызуыма, осы 3 нүкте арқылы өтетін түзу сызамын. Ол түзу менде мына түзу. Енді ары қарай келесі y тең 15 бөлу x деген функцияның графигін сызамын. Бұл жерде де 3 берген кезде 5 болды. Оны мен басқа түспен белгілейін. Мен 3 берген кезде 5 болды. Сосын 5-ті берген кезде 3 болды мына жер екен. Және 1-ді қойған кезде 15 болды. Ол бізде мына жақта жатады. Және тағы бір мән беріп көруге болады. Бұл жерде мысалға 15-тің өзін беретін болсам, 15
мына өсті жалғастыратын болсам, мына жерлерде болса 15-ті 15-ке бөлсем 1, сонда ол мына жерде жатады. Сонда бұл функциямыздың графигі біздің y тең k бөлінген x түріндегі функцияның графигі ғой, иә? Бұл функцияның графигі бізде мына түрде болады екен. Міне. Сіздерге көрініп тұр деген ойдамын. Демек, бұл екі жүйені шешкен кезде қиылысу нүктелері, жауабын жаза кетейін. Қиылысу нүктелері, қараңыздар, 3-те 5, иә? Және 5-те 3 екен. Міне сызбаны дәл және анық қып сызу үшін бірлік кесіндіні дұрыс алуларыңыз керек. Сонда қиылысқан бөлігі анық шығады. Және өздеріңіз тексеріп көру үшін GeoGebra программасында осы жүйені шешіп көріңіздер. Жақсы. Ары қарай. Енді сіздерге бүгін біз екі айнымалысы бар сызықтық емес функцияны бірсыпыра есептерін шығарып, ережелеріне тоқталып өттік. Ары қарай енді мына есептерді шығарып, белсенділік танысаңыздар. Теңдеулер жүйесін шешіңіз дейді. Осы екі теңдеулер жүйесін шешіп, жауабын комментарийге жазып жіберсеңіздер. Қалаған тәсіліңізбен шығарсаңыз болады. Рахмет, сау болыңыздар.